эмоциямен береді ғой. Сіз глютен жейсіз ба? Осылай басталады. Мынандай сіз мынау азық-түліктерді алып тастаңыз. Сондай консультация. Конечно, сіз айтқандай 200 мың алған консультацияның нәтижесін шығару керек қой. Диета кімге керек? Глютенсіз диета науқастарға керек. Сау адамдарға глютенсіз диета қажет емес. Ол қиын болып тұр ғой сонда. Сол қағидалармен жұмыс істеу. Оңай нәрсе просто алып тастау. Жемей қойып немесе БАДы, да? Ең оңай жол басқа қатырғысы келмейді. Қай уақытта ата-ана шынымен де результатты көруі мүмкін, егер балада шынымен де соған көрсеткіш болса. Просто ол гастроэнтерологқа барған жоқ, өзі просто диетаға отырғызып эксперимент жасады, нәтижесін көрді. Сәлеметсіздер ма көрермендер, сіздерге YouTube каналыма көп болды видео түсірмегелі, бірақ осы жолы мықты интервью түсіретімізге иншаллах кепіл беремін деп айтайын. Өйткені менің интервьюме шақырған қонақ ол өте әйгілі мықты нутрициологтардың бірі. Арайлым ханым, қош келдіңіз. Аш емеспін аккаунтымен танымал Инстаграм желісінде. Сізге көп рахмет, вақытыңызды бөліп бізге осындай мықты бір интервьюдің кепілі ретінде сізді мықты иншаллах шақырдым. Өзіңізді менің көрермендермен таныстырсаңыз. Баршаларыңызға қайырлы күн. Есімім Арайлым Мұратқызы. Нутрициологпын. Балалармен және ересектермен жұмыс жасаймын. Балалардың рационын коррекциялау, отбасылық рационды кеңейту, салауаттандыру бағытында жұмыс жасаймын. Дәлелді медицинаны ұстанам. Айта кететін нәрсе, өзім дәрігер емеспін, себебі нутрициолог дәрігерлік мамандықты алмауда мүмкін. Өйткені мен диетолог емеспін, сау адамдармен жұмыс жасаймын. Айтып өткенде аш емеспін деген парақшам бар. Бүгін Алла қаласа өте бір трендтегі тақырыптарды талқылайтын боламыз. Глютен туралы. Сондықтан осындай подкастқа шақырғандарыңызға көп рахмет. Қош келдіңіз. Қараңыздар, бізге бүгінгі талқылайтын тақырып ол глютен. Айтып айтқандай, глютен, неге біз глютенді алдық? Өйткені шынымен де трендке айналған өте өзекті мәселе. Хайпта жүрген. Ол жайдан жай хайп ғана үшін емес, бір жағынан біздің науқастарымыз, сіздің консультация келетін науқастарыңыздың арасында глютеннің жаңағы зиян немесе зиян емес па деген сұрақтар өте көп туындап келеді. Сол үшін бұл глютенге бір жауап ретінде осы подкаст болмақ. Енді Арайлым ханым, сізге алғашқы сұрағым. Глютен деген не өзі? Неге қорқып жүреміз? Неге қорқып жүреміз? Ол зиян ба шынымен? Глютен деген жалпы терминдік тұрғыда ол жаңағы дәнді дақылдарда көбірек кездесетін белок, ақуыз. Қара бидай, арпа енді жиі кездесетін. Тіпті ол кейде негізі жүгеріде де бар дейді. Проламин басқа ақуыздың түрі, бірақ ол жаңағындай арпа, қара бидайдағы глютен сияқты реакция бермейді жаңағы ауру сырқаты бар адамдарға. Бұл қарапайым ақуыз негізінде. Глютен деген осындай дүние. Зиян ба? Енді ол бұл жерде білесіз бір нақты бір жауап жоқ. Однозначно, маған зиян, сізге зиян деген сияқты. Кімге зиян деп қойған дұрыс болатын шығар. Кімге зиян бұл глютен? Негізінде глютен кімге зиян? Науқас адамдарға. Вот действительно оларға зиян деп айта аламыз. Ал диагнозы жоқ, жаңа қандай диагнозы жоқ? Целиакия, бидайға аллергиясы бар адамдар, атаксия. Сосын гепатоз, дерматит. Оны енді диагноздарды сіз көбірек білесіз. Мнимая целиакия деп айтып жатады. Вот шынымен де дәрігер гастроэнтерологтың заключениесімен кәдімгідей нақты диагноз, дәлелденген диагноз бар адамдарға, вот оларға глютен шынымен де зиян. Ал басқа адамдарға ол мүлдем зиян емес, қайта ол рационда болу керек. Оны просто жаңағындай мен инстаграмнан естідім, мен тиктоктан естідім деп алып тастау үлкен қателік негізінде. Глютен деген бұлар не сияқты ғой? Кейбір адамдар былай ойлайды. Безглютенная диета, то есть глютенсіз диета ол науқас адамдарға бағытталған ерекше диетаның түрі. Бірақ ол сау адамдарды одан сайын сау қылатын диета емес. Профилактика. Профилактика жасау үшін бір сондай диетаға отыра салайыншы деген ол үлкен қателік болады. ЗОЖ-ның бір түрі деп ойлайды. Вот солай ғой, негізі как будто жаңағы глютенсіз диета, егер мен салауатты тамақтанғым келсе, мен не істеуім керек? Біріншіден,
глютен зиян деп жатырмын, алып тастауым керек. Сүтті алып тастау. Лактоза зиян екенін алып тастауым керек. Анада ГМО, мынада антибиотик, оларды алып тастауым керек. Бірақ зиян, жаңағы глютен зиян тақырыбына келетін болсақ, глютен зиян науқас адамға, зиян емес сау адамға. Осымен негізі подкастты аяқтасақ болады негізі. Былай да айтуға болады ғой, мысалы, қазір мысалы, кішкентай кезіңізден бастап сіз қамыр жедіңіз ғой, нан жедіңіз, бидаймен өскен, бидай өскен, бидаймен, диірмен де былай. Наурыз көже ойлай беріңіз. Талқан жасап, одан жел жасап, қаншама біз кішкентай кезімізде есімде, бидайды былай майға қосып жейтіміз, қандай әдемі. Дәмін өзі қазір сезіп отырмын. Мен де сезіп отырмын. Сол кездегі біздің ішкен тамағымыз бізге ешқандай зиян әсер етпесе, яғни ішіміздің үрлеуі, немесе ішіміз өтпесе, одан біз жаңағы салмақ тастамай, өзімізді жақсы қалыпты сезінсек, осы уақытқа дейін, значит, тұжырым жасау керек қой. Яғни ол аяқ асты біз одан бас тарту деген мәселе, ол бір ойлану қажет, бірінші шыны керек. Өзі мынандай нәрсе ғой, мысалы, көбін біздің көрермендеріне қарап отырған жастар бір 30-ның шамасындағы ғой, 30-ның шамасындағы келіншектер, аналар, 30 жасқа дейін сіз глютен жеп келдіңіз да, осы жыл болды, мысалы 2023-24, и вдруг жаңағы сіз түсіндіңіз глютен оказывается зиян екен деп. Сосын балаларыңыздан шектей бастадыңыз оны, отбасы мүшелеріне шектей бастадыңыз. Бірақ қалай сіз сол уақытқа дейін, 30 жасқа дейін жеттіңіз, сіз сол бидайды өсіп бидай, нан, көже, жаңағы наурыз көжені іштік, талқанды жедік, шелпек, бауырсақ барлығын жеп келген адамдар енді аяқ астынан глютенді зиян деген бір тренд жау көреді, шыны керек. Бірақ ол миф, расымен ол миф. Ал сол мифтің, яғни біздің тұжырымыз бойынша, мен де дәлелді медицинаның бағытында ұстанатын дәрігермін, Арайлым ханым да нутрициология жағынан дәлелді жаңағы медицинаның көзқарасына, дәйектеріне қарай өз аккаунтын жүргізеді. Яғни біздің тұжырымыз бойынша ол миф. Енді сізге келесі сұрақ, сол мифтің трендке айналу қашан пайда болды? Неге біз вдруг соған еліктеп кеттік? Потому что реально проблема. Біз науқастардың көбісі солай глютен жеп келеді, глютеннен бас тартып келеді. Глютеннен бас тартып келеді да айтады, мен глютеннен бас тартып көрдім, өмірім түнеріп кетті. Рас? Неужели басқа выход жоқ деп кәдімгідей басын ұстап келетін науқастар менде толы. Жалғыз менде емес, мен барлық өзімнің әріптестерінің арасында осындай сөздер, яғни отзывтардың айтылып жатқанын айтып жатырмын да. Шынымен де көбісі глютеннен бас тартса, кәдімгідей бір проблемаға өзінен бір сау адам болып жүрген адам. Сау басына сақина тілеп алады ғой. Шынымен де солай. Жаңағы қай уақыттан бастап трендке айналып кетті деген сол Инстаграмнан ғой, негізі барлық бәле деп айтайыншы, жақсылықта, жамандықта сол жақтан шығып жатыр. Енді өзімде тикток болмағаннан кейін мен ол жақты қарамаймын. Негізі ол жақта андай тиктокта ақпаратты тарату оңай. Бір нәрсені брос жасайсың, лап етіп алып кетеді барлығы. Таралым да керемет, скачать можно, одан кейін таратып тастауға өте оңай. Жаңағы Инстаграм, тикток, осындай әлеуметтік желілер арқылы тарайды ғой, бұндай еще бұл ақпаратты қалай береді, ол да маңызды. Эмоциямен береді ғой. Сіз глютен жейсіз ба? Осылай басталады. Сіз мына азық-түліктерді алып тастаңыз. Өміріңіз күшті болады. Күшті болады. Жаңағы арасына сұйық да кіріп кетеді, дрожь да кіріп кетеді, аштықлар. Енді бүгін глютен болғандықтан глютенге көбірек тоқталамыз. Жаңағы трендке қай уақытта айналды? Опять же, Инстаграм, тиктоктың жаңағы таралу себебінен. Сосын оны тағы да бір себеп неге таралып кетті? Супермаркеттерде көреміз ғой, без глютена, глютенсіз деп жазып қояды, без глютена еще андай. Отдельная полка бар ғой. Отдельная полка. Здоровое питание дейма? Вот. Здоровое питание, отдельная полка. Және жеке полка тұрады, глютенсіз деп жазып қояды. Сосын өтіп баратқан адам не көреді? Так, глютенсіз. Демек, бұл қандайды бір артықшылықты білдіріп тұр. Глютенсіз ол артықшылық, глютенмен демек ол бір кемшілік. Демек, мен глютенсіз деген нәрсені алсам, мен бір салауатты бағытта жүрген адамның қатарына кірем, мен бір жақсарам деген мақсатпен жаңағы сол азық-түліктер бір приоритетке көтеріліп кетеді ғой.
И получается глютенсіз азық-түліктер ол жақсы, ал глютенмен азық-түліктер ол жаман. Одан кейін жаңағы инстаграмдағы ақпараттарды көреді, тиктоктағы ақпараттарды көреді, одан кейін ана отзывтарды көреді. Мен глютенсіз диетада отырдым, маған көмектесті. Менің балам жаңағы даму бұзылыстары бар, баласы бар ата-аналар болса, сондай отзывтарды көреді. Менің балам бір сөз сөйлеп кетті, менің балам көзіме қарайтын болды деген сияқты, стимдерді азайды деген сияқты отзывтарды көреді да, өз-өзіне диагноз қояды. Сосын бұл жерде тағы да бір таралудың, соған сенудің, иланудың бір түрі эффект нацебо дейді ғой. Нацебо да, қателеспесем. Эффект плацебо, плацебоға қарама қарсы эффект нацебо. Яғни жаңағы бүкіл контентті көріп алды. Бұдан жаңағы келесі момент шығады. Глютенсіз диетаға отырды, маған көмектесті деген қай уақытта, неге маған көмектесті? Бұл жаңағы бір себеп эффект нацебо болуы мүмкін. Тіпті мынау 2015 жылы Италияда бір зерттеу болған екен. Эффект нацебоға байланысты келтірілген. Адамдарға глютені бар мыс азық-түліктерді береді. Сосын жаңағы адамдар, зерттеуден өтіп жатқан адамдар қандай реакция бастайды? Жаңағы азық-түлікті жегеннен кейін маған бір сондай бір жағымсыз нелер симптомдар пайда болды, ішім ісінді, өтті, басым ауырды, құстым деген сияқты. Яғни сондай бір симптомдарды байқай бастайды, бірақ асылында оларға ондай азық-түлік берілген жоқ. Олар жаңағы илану арқылы, самовнушение дейміз ғой. Өздеріне соншалықты, иланғандары соншалықты ана сенімі бір физикалық тұрғыда адамға әсер еткен. Бұл кәдімгідей зерттеу жүргізілген болатын. Сонда бұл да бір эффект нацебо, ол шынымен де адамға әсер етеді. Сондықтан да дәлелді медицинаның негізгі зерттеулер жүргізілген кезде негізгі фактор ол плацебо, эффект нацебо барлығын алып тастау ғой. Біз белгілі бір нәрсенің дәлелді екенін, то есть дәлелдеу үшін біз жаңағы кез келген сондай моменттерді алып тастауымыз керек. Плацебо деген эффектті алып тастауымыз керек. Сол үшін дәлелді медицина бар да. Дәлелді медицинада бізде пирамида не бар, доказательной медицины, ең төменгі дәрежеде ол несі серия случаев, яғни белгілі бір адамда эффект болды, немесе көршімде бұл эффект көрсетті деген нәрсе, ол ең төменгі дәреже. Екінші ол бір профессордың мнениесі, немесе бір специалисттің, эксперттің ой пікірі, ол да ең төменгі дәрежеде дәлелді пирамидада. Ал ортасында бізде жаңағы сіз айтқандай контрольный бақылаушы топпен нағыз жаңағы беретін, яғни мысалы бізде дәрілерді беретін топтардың арасында исследование, зерттеу жұмысы болады. Және де ең үстіндегі ол метаанализ және систематический обзор, шыңы сол. Яғни дәлелді медицинада бағанадан бері айтып отқанымыз, ол жаңағы біздің ең шыңда тұрған метаанализ және систематический обзордың нәтижесінде, анализінде жасалған тұжырыммен біз емдейміз. Яғни көптеген популяцияны қамтыған зерттеулер. Ол көрші емес, немесе бір профессордың мнениесі емес. Қайнағамның, қайнапасының көршісіне көмектесті деген нәрселер ондай әсер етпейді. Бізде халықта ол өте кең таралған ойлар ғой. Яғни сол ойлардың арасында сеніп, өзіне оңай түрде эксперимент жасайды. Ол шынымен де факт. Біз былай бір күлімсіреп айтқанмен бұл өте үлкен мәселе. Шынымен керек. Өйткені бізге содан зардап шеккен адамдар өте жиі келеді. Сондықтан бұл тағы қозғалыста. Жаңа мен айтып отқаным тағы бір қосылайын. 2013 жылдан бастап, даже 1900 мен ссылкаларды осы программаға дайындалыс бұрын екеуміз де жаңағы іздендік, PubMedте қарастырдық неше түрлі статьяларды. Соның ішінде систематический обзор мен метаанализдерді қарастырдық. И 1960 жылдан бастап Америкада уже тенденция болды баттар мен нелерге, жаңағы глютенсіз тамақтануларға. Бірақ оның шыңы 2000 жылдан бастапты, 2013-2016. И сол кезде уже оларда кәдімгідей статистика құрастырылды. Яғни статистика бойынша 60% США, мысалы Американы алсақ, ол жерде қанша пайыз жазылмаған, бірақ
глютенді диета дейді, яғни глютенді емес продуктыларының азық түліктердің арқасында маркетинг деген, яғни ақшасы көбейді, яғни бизнес, үлкен маркетинг ход болды. Және де Ұлыбританияда 60%-дай жаңағы население сондай аглютенсіз диетаға көшті. Және де 12%-дай население сол Ұлыбританияда өзі ешқандай дәрігерсіз, өзі үйде жаңағы бір адамды көріп, немесе интернеттен көріп, диагноз қойып, өзі сол глютенден бас тартқан адамдар бар екен. Яғни глютені жоқ азық-түлікпен тамақтану, ол экономиканы жақсы көтереді, бизнесті, қалтаны көтереді. Сіздің қалтаңызды наоборот есетті. Былай ғой, өзі жаңа подкастқа дайындалып жатқан кезде өзара Гүлаймен талқылаған болатынбыз. Жаңағы осы дәлелді медицинаны ұстанатын дәрігерлердің көп жағдайда қаражаты жетпей жатады, ол енді консультациямызда ондай қымбат емес. Сол кезде жаңа ойлап отырмын да, егер байығымыз келсе, сондай бір глютені жоқ бір нәрсе ойлап табу керек. Жақсы сатылатын нәрсе негізі. Өте. Мысалы, біздің мен әріптестердің арасында онлайн консультация болсын, офлайн консультация 5.000 теңгеден бастап 30.000 теңге максимум. Даже профессорлардың өздері практикасы өте көп, ол 20-30 мың болуы мүмкін. Мен естігендерім. Ал жаңа глютенді емес диетаны ұсынатын дәрігерлердің кімдер екенін айтпай-ақ қойып. Оны бәрі біледі ғой, халық интернетте де біледі, бәрі көздері ашық негізі. 150-200 мыңдай болады. Сондай консультация. Конечно, сіз айтқандай 200 мың алған консультацияның нәтижесін шығару керек қой. Сол туралы айтып жіберіңізші. Өте ұнады сол көзқарас. Жаңағы пайда туралы, неге бұл қатты өршіп кетті? Әрине, егер любой, мысалы, бір ақпарат шықты, егер өршіп, көлемі ұлғайып, кең тарап жатса, оның артында үлкен ақша тұр деген сөз бәрібір. Оның артында бір қандайда бір пайда бар. Жаңағы 2020 жылғы көрсеткіш бойынша осы маркетингтік тұрғыда глютенсіз азық-түліктерді сатылымы 5 миллиард долларға жеткен. Ол негізі қазір енді оның сомасын айту өте қиын, себебі шынымен де прям прогрессиямен өсіп жатыр да, пайдасы. Тоқтамай жатыр. Себебі сұраныс бар. Инстаграмда, тиктокта кең тарап жатыр. Сұраныс бар, одан кейін тұтынушыларда көп ондай нәрсені сенетіндер. И жаңағы пайда туралы маркетинг ход қой, пайдасы өте көп. Жаңа айтқанымдай, дәлелді медицинаны ұстанатын дәрігерлердің көп жағдайда консультациясы өте төмен. Жалпы құндылығымызда сондай ғой, негізі дәрігерлердің, дәлелді медицинаны ұстанатын дәрігерлердің самооценкасы, құндылығы да негізі өздерін төмен бағалайды. Ал басқа бағытты, альтернативный бағытты ұстанатын дәрігерлердің енді ақшалары да, консультациялары да, ұсынып жатқан продуктылары да қымбат. И олар қымбат болғаннан кейін, олардың контенттері сондай бір өте сапалы, керемет, оларға кәдімгідей олар оны ақша салып жасайды, таратады. И олардың контенттері мен дәлелді медицина контенттері шынымен де салыстыратын болсақ, ашығын айтқанда біздікі ұтылып тұр. Ұтылып тұр. Біз көбіне жаңаға өз-өзімізбен кітап оқып, зерттеулерді оқып, анда-санда өйткені шынымен де дәлелді медицина ұстанатын дәрігерлердің уақыты жоқ. Контент жүргізуге, блог жүргізуге. Ақшасы жоқ. Сондықтан да сізге бизнесте идея глютенсіз бір нәрсе. Дело принципа, шыны керек. Әркім, білмеймін, мен өзіме сондай тұжырым жасадым. Мүмкін, әрине, болашақта ол дәлелденіп жатса, глютенсіз тамақ осындай ауруларға шынымен де жақсы эффект беретін болса, әрине мен глютенді мен бірінші сатамын. Яғни глютенсіз тамақ жемеңіз деп науқастың жағдайын ойлап айтамын. Ол шыны керек. Біздің басымыз екеу емес. Біз медицинаны 9 жыл не үшін оқыдық? Шынымен де науқастарға бір пайдамыз тисін деген сияқты. Әрине басқа да коллегалар солай, сондай тұжырымда ниетте ғой. Просто олардың жаңағы превентивті медицинады, мысалы, мен бір 2019 жылы танысқам, сол кезде мен де оқығым келді, рас.
просто мен ақшам жетпей қалды, болмай қалды. Ол миллион тұратын сол кезде. Ақшаң жетпеген дұрыс Иә, сол дұрыс болған екен. Қазір ойлаймын, шүкір Аллаға. Себебі қазір менің алдыма келіп жатқан науқастар, менің алдыма келген науқастардың арасында глютеннен зардап, яғни глютенсіз тамақ менюді ұстаған адамдар, шынымен де зардабын шеккен адамдар бар. Және солардың жан айқайынан осындай подкастты. Жаңа соңғы сұрақ, мысалы жаңағы адам өз-өзіне тағайындайды диетаны, сосын сізге келеді. Сол кезде сіз нені анықтайсыз, қалай анықтайсыз? Жалпы керек пе ол адамға, керек жоқ па? Иә. Негізі көп жағдайда маған науқастардың көпшілігі өттегі застой, өттегі полип, өттегі тас болса, сондай жағдайлармен келеді. Науқастардың басым көпшілігі, сосын гастрит, язва, амбулаторный диагноздар. Сол кезде келгенде диетаға уже біз көшкенде, диетаға қандай рекомендация бересіз дегенде, мен өзімнің жаңағы қандай керек, яғни қандай тамақтарды қолдануға болады, соны айтамын. Сол кезде науқастан сұрақ қойылады. Вот маған осындай дәрігерден естідім, глютенсіз тамақ жеген абзал, сондай өтке жақсы көмектеседі. Я, көбінесе ол аутоиммунды ауруларға көмектеседі деп олардың тұжырымы бойынша. Сондай ғой, бірақ өткеде де сондай нелер бар екен. Кетіп қалады екен, иә. Сол кезде мен айттым, жоқ, ол негізі ешқандай дәлел несі көзі жоқ. Глютенсіз тамақ жеудің қажеті жоқ. Кәдімгідей мен айтылған режим және де мен айтылған тамақтарды қолдансаңыз болады. Жақсы болды ғой дейді ғой. Мен деген глютенсіз, кәдімгідей қиналған жағдай болады да әркімде. Маған келген науқастарда жақсы болды, мен еще уже бір апта болды, бір ай болды, глютенсіз қиын маған деп. Шынымен қиын ғой, қымбат. Иә, ақшадан ұрады. Кәдімгідей мен кредитке ақша алдым, нені кәдімгідей осындай продуктылар алу үшін деп кәдімгідей жан айқайын айтады. Менде ондай кейстер консультацияға да келеді. Мен әрине дәрігер емеспін, бірақ жаңағы келген кезде ата-аналардан естисің. Мысалы, ең кішкентай баланы алатын болсақ, 1,5 жасар бала, қателеспесем, өткен жылы бір сондай кейс болды. Анасы жаңағы бала избирательный, көп нәрсе жемейді, сонымен жұмыс жасадық 2 апта. Сосын бір қызық жағдай болды. Анасы баласының нан жегеніне қуанды. Маған мен сол таң қалдым, қалай нан жегеніне қалай қуандыңыз деймін да. Керісінше ата-аналар нанды жегізуді тоқтата алмай жатады. Өйткені балаларда көп жағдайда жаңағы бежевая диета, нан көп жейді, макарон көп жейді. Мына жағдай маған бір ерекше қызық болып көрінді. Сөйтсем, ол анасы жаңағы баламды көп шектеп тастағам кезінде дейді, тәтті бермеймін, ананы бермеймін, нан бермеймін. Нанды да бермеген екен. Өйткені глютен зиян деген ақпаратты естіп алған Инстаграмнан. Сол прикол уақытынан бастап балама нан бермейтін деді. Сосын жаңағы консультация барысында мен ұсынам ғой, тарелканы осылай жасап беріңіз деп. Сосын жаңағы тарелкаға нанды салған кезде бала лақтырып жіберген ғой, нанды жемей. Нан жемейді дейді қазір. Сол кезде балада сонда до такой степени қорқыныш па, білмеймін, анасынан беріледі ғой бәрібір. Мысалы, естіп отыр анасының жаңағы жанұясына айтып отқан, ойбай, глютен жеуге болмайды екен, глютен зиян екен, нанды жемейік, нанды шектейік деген. Бәрібір бала ол естиді ондай әңгімені. Дастархан басында жаңағындай тамақтарға қатысты сондай демонизация жасайтын болсаңыз, ол балаға бәрібір беріледі. Соны бала естіген, нанды солай тарелкадан лақтырып тастаған. Бұл енді өте аянышты нәрсе, негізі жоқ жерден проблеманы шығару. Одан кейін тағы соңғы кейс қазір сол бір синдром Дауна балада 2 жасар, қателеспесем жасы, қазір әлі де жұмыс жасап жатырмыз. Осы жерде айта кететін нәрсе, мен ерекше балалармен жұмыс жасамаймын негізінен, өйткені ондай біліктілігім жоқ. Мен нормотипичный балалармен жұмыс жасаймын, бірақ кейде келеді ата-аналар, алыңызшы деп. Мен ондай ата-аналарға тегін көмек көрсетемін, өйткені өзімнің ерекше балам бар. Ерекше балам болғаннан кейін бұл қаншалықты жалпы ерекше баланы бағып күту қаншалықты қымбат екенін білемін да. Қаншама анализ, қаншама ем, қаншама тамақ, финанс жағынан өте ауыр. Ондай ата-аналар келген кезде білгенім мен көмектесуге тырысам. Әрине өзім компетенциямнан шығып кетпеймін, оны мен өте қатты қадағалап отырам. Сол жаңағы синдром Дауна бар балаға қазір тегін көмектесіп жатырмын, питаниясымен айналысып жатырмыз. Сол ата-ананың тоже бір жерде қызық жағдай болды. Маған ата-аналар тамақтану күнделігін тапсырады.
Тамақтанды күнделігін консультация басталмас бұрын қарап келе жатырмын. Таңғы ас жақсы, безглютеновая каша, без казина, без лактозы, без сахара, жақсы, керемет. Ойладым, мүмкін гастроэнтеролог жаңағы, мүмкін балада сондай да бір диагноз бар шығар, нақтыланып. Көтере алмаушылық. Иә, по-любому ерекше балаларда ондай көбірек жиі кездеседі, это факт. Сосын жаңа, окей, қарап отырмын, бір кезде обед өткізерін, енді ужинға келсем, бешбармақтыр ғой. Түсінбей қалдым, қалай бешбармақ? Жаңа ғана вроде жақсы бастап келе жатқан сияқты, безглютеновая диета бір басталып келе жатты, ең соңында бешбармақтыр. Сосын мамасына сұраса, мамасы өзі күліп жүрді, бұл диетаны мен өзім тағайындаған балама деп. Неге олар глютеновая диета, глютенсіз диетаны не үшін тағайындадыңыз дегенімде, енді инстаграмда жазып жатыр ғой, жаңағы ерекше балаларға глютен зиян екен, ана миларын бітеп тастайды екен, ішектерін бітеп тастайды екен, ана клейковина, анда-мындай әңгіме. Тесіп шығады дейді. Дырявый кишечник. Усталый дырявый кишечник, сондай нәрселер. Сонымен өз-өзіме сондай диета тағайындадым, деді. Енді ондай кезде мен гастроэнтеролог болмағаннан кейін өз компетенцияның шығып кете айта алмайсың. Жоқ, глютен зиян емес сіздің балаңызға деп. Мен енді көріп тұрмын, бала жалпы өте жақсы дамуы. Бешбармақты да асап жеп алды. Одан кейін де балаға ештеңе болған жоқ ол бешбармақтан кейін. Бірақ мен олай айтуыма болмайды, мен хақым жоқ. Мен бар айтатыным, гастроэнтерологқа барыңыз. Осы сұраққа тоқ етерін қойыңыз, өзіңізге, мынандай өз-өзіңізге диагноз қойып, сандырақтамас үшін, енді былайша айтқанда, гастроэнтерологқа барып, нақты диагноз қойыңыз. Өзіңізге осы сұраққа жауап алыңыз. Бірақ ол өзі де біліп тұр, мен балам жаңағы нан жегеннен кейін де ешқандай реакция болмайды балаға. Өте жақсы жеп жүр. Бірақ просто тауысып қою керек қой енді деп сөйтіп беріп жатыр әлі де баласына. Өте қызық жағдай. Енді күлкілі комедия бір жағынан. Завтрак кезінде глютенсіз тамақ береміз де, кешке қарай уже қолды бір сілтеп бешбармаққа көшеміз. Одан кейін тағы бір кейс болды, бірақ ол жерде уже өкінішке орай дәрігер өзі глютенсіз диетаға отырғызған екен. Ол дәрігер не гастроэнтеролог емес, қателеспесем невролог па, педиатр ма, яғни гастроэнтерология қатысы жоқ адам. Сондай баланы ерекше бала, опять же, ерекше бала көп нәрсені жемейді, онсыз да ерекше балалар, олардың рациондары өте сондай тар, избирательность өте жоғары ғой. Енді өзінің ерекше балам болғаннан кейін, ерекше балаларды көріп жүргеннен кейін, енді қатты түсінемін ондай ата-аналар. Ол ата-анаға жаңағы дәрігер диета тағайындаған, ешқандай тексеріс өтпеген, просто балада аутизм болғаны үшін ғана баланы диетаға отырғызады. Сол кезде жаңағы ата-анам маған ең қатты батқаны былай деді: балада стимдер көбейген, ерекше балаларда стим болады. Қазір ол стимдерді тіпті норма деп қабылдайды, ол балаға қажет нәрсе негізінде өз-өзін тыныштандыру үшін. Мысалы, ересектер шаштарын дұрыстай береді, қолымызды бүйтеміз, енді ол бізді тыныштандыратын нәрселер. Ерекше балаларда ондай стимдер бар. И сондай стимдер көбейіп кетті деді. Балада метеоризм пайда болған, іші ісінген. Рационы одан сайын тарыла бастаған. Сосын жаңағы неврологпен байланыс үзілді, одан кейін диета да үзіліп кетті деді. Енді өте аянышты жағдай. Қарның ашады, бала онсыз да дым жемейді. Айналдырған бір, білмеймін, максимум 5-10 азық-түлік қана. Сосын сіз оны еще диетаға отырғызасыз. Ол одан сайын шектеледі. Дефицит. Сосын не? Давай дефицитті баттармен толықтырайық. Көбінесе сол айтқым келгені, жаңағы бірінші момент ол, жаңағы неге гастроэнтерологта, өйткені ол целиакияға байланысты, егер яшнемде целиакия болса, біз глютеннен бас тартамыз. Это уже вынужденное мероприятие. Ал жаңағы екінші мәселе, неге дефицит болады? Өйткені глютенді біз айтамыз, жаңағы айтқанда бидай, қара бидай, сосын арпада, сол дәнді дақылдардың құрамында тек қана глютен емес. Оның ішінде минералдар бар, витаминдер бар, B12, фолия айтқандай, темір бар, клетчатка дедіңіз. Клетчатка өте қажет нәрсе. Өте қажетті ол біздің как раз таки тоқ ішемізге клетчатка өте қажет. Сол дырявый кишечник болмасы үшін. Рас. Сол
яғни сіз онда бас тартсаңыз, сол минералдар мен витаминдер клетчаткадан бас тартқаныз деп ойлаңыздар. Енді в каком-то проценте, конечно, өйткені бүкіл бас мазыры тек сол дәнді дақылдардан тұрмайды ғой. Бірақ сонда да белгілі бір процент сіз айырыласыз ондай минералдың құнды заттардан. Ал егер оны постоянно основада көп жылдар бойы, көп жылды айтпай қойып, бірнеше ай сондай менюмен ұстансаңыздар, әрине сізде потеря веса болады, әрине сізде дефицит болады, сол дефициттерге баттармен толтырасыздар. Одан кейін үшінші ол гемоглобин төмендейді, анемия болады. А біздің именно Қазақстанда қазір балаларда, аналарда көп жағдайда проблема болып жатқан ол анемия. Рас. Негізі мынау просто өзім үшін естіп қалып диетаға отыру өзің ересек адам жақсы, бірақ еще балаңды отырғызу өте қауіпті нәрсе, негізі ойнайтын нәрсе емес бұл. Енді біз қазір күліп айтып отырмыз, бірақ ол өте ауыр нәрсе. Мысалы, қараңыз, балаларға тоқталсақ, балалар негізі күніне бір жастан бастап 3 жасқа дейін тоддлер деген жас бар ғой. Негізі басқа жастағыларға да алуға болады, оны ересек балаларға да. Күніне 5 порция дәнді дақылдарды жеу керек. 5 порция, ойлай беріңіз. Мысалы, бала өзі күніне 5-6 рет тамақ ішетін болса, сол 5 рет баланың алдына дәнді дақыл келу керек. Ол B1, жаңағы B тобындағы дәрумендер, B1, B2, B3, B9, фолий қышқылы, тиамин, темір, кальций, клетчатка, керек нәрселер. Сіз, получается, баланы жаңағы диетаға отырғызған кезде сол дәрумендерден қағып тастап отырсыз. Ересектерге қарағанда балаға қиынырақ болады. Оларда дефицит өте тез дамиды. Дефицит деп инстаграмнан не істейсіздер, дефицитті толықтыру керек, дефицит деген жаман екен. Бірақ сол дефицитті өз қолымызбен баламызға жасап отырмыз. Мен көп жағдайда аналарды былай, енді ересектерді аямайсың да ше, енді өздері білет, бастарында саналары білсін. Бірақ енді бала ол жерде ештеңе шеше алмайды ғой. Сіз жауаптысыз баланың алдына келген тамақ қандай болу керектігіне, сіз жауаптысыз, сіз өзіңіз ойдан диетаға отырғызасыз, и получается бала мынау қандай керемет қажет топ. Өзі бала күніне 5-6 рет тамақ ішсе, оның алдына 5-6 рет жеміс жидектер мен көкөністер келу керек. 5 рет жаңағындай дәнді дақылдарды келу керек, бала жеу керек, ол энергия көзі. Егер ол көмірсулар, ол энергия. Егер ондай азық түліктерді жемесе, балада энергия төмендейді. Сосын ол энергияны қайдан алады? Тәттілерден. Тәттілерде кәдімгідей сладкоежка болып кетеді. Мынау хаотичное питание, беспорядочное питание көбейіп кетеді. Сондықтан да бұл ойнайтын нәрсе емес. Отказ етеді. Еще сіздің балаңыз өзі избирательный болса, избирательность болады, мысалы, 1,5-2 жастан бастап балаларда неофобия пайда болады. Менің консультациядағы ата-аналарым білет, неофобия пайда болады. Балалар бұрын жеп жүрген азық түліктерінен бас тартады. Сосын жалпы жаңа азық түлік енгізу де қиын ондай балаларға. Ол уақытша процесс, ол өтеді, где-то бір бастауыш мектепке қарай аяқталады ол негізі. Бірақ егер біз бұны самотекқа жіберсек, неофобия ғой деп, ол уже әдетке айналып кетуі мүмкін. Еще сіз мына жақтан өзіңіз демонизация жасап жатсыз, ата-ана ретінде естіп алдыңыз глютен зиян екенін. Сондықтан негізі бұл жерде айта кететін нәрсе, сау балаға ондай диеталар зиян. Ал науқасқа ондай диеталар пайдалы. Егер балаңызда целиакия болса, егер балаңызда аллергия болса, мысалы гастроэнтеролог сізге сондай диагноз қойып берсе, ондай диета сізге қажет, науқас адамға қажет, науқас балаға қажет. Ал сау балаға ондай диета зиян. Ол жерде ешқандай пайда жоқ. Сіз сау балаңызды одан сайын сау қылмайсыз, керісінше дефициттерге ұрынасыздар. Осы жерден бір сұрақ қойыш. Жалпы менің сұрағыма кішкене жауап бердіңіз алдында. Соны толықтыра кетейікші. Сізге келетін науқастар бар ғой, балалар көбінесе. Балалардың тамақта, рационында глютеннен бас тартқан. Қандай себептермен сонда аналары сол бас тартады глютеннен? Яғни біреуін айттыңыз, көбінесе аутизм, ерекше балалар деп аудан басқа. Жаңағы бірінші себеп ерекше бала екен деп бас тартады. Ата-аналар жаңағы естіп алғаннан кейін, оқып алғаннан кейін, немесе бұл жерде өте өкінішті жағдай, кейде дәрігерлердің өздері де бас тартқызып жатады. Невролог айтты бізге бас тарт деп. Ондай көп келеді хаттар. Енді мені олар біледі ғой, ерекше балам бар екен. Сосын бір-бірден естиді, осындай нутрициолог бар екен, өзінің ерекшесі баласы бар екен. Сосын баладағы динамиканы көреді. Мен инстаграмда жиі бөлісем. Қазір Аллаға шүкір, менің балам кәдімгідей қарапайым мектепке дайындап жатырмыз. Өте жақсы динамикасы. Бірақ біз ешқашан диетада отырған емеспіз. Ешқашан бат ішкен емеспіз. Бізде жаңағы негізгі жұмыс жасалып жатқан
коррекция, педагогикалық коррекция, аботерапияға барамыз. Сосын өзінің жаңағы АФК, ЛФК-сы бар, бірақ ол негізгі көрсеткіш емес. Негізі аутизм кезінде негізгі көрсеткіш ол золотой стандарт, ол аботерапия, флор тайм деген бар, денверская модель, яғни осы үш нәрсе ғылыми түрде дәлелденген. Яғни жаңағы ерекше балаларға деп диетаға отырғызады, ата-аналар естіп алып, одан кейін жаңағы неврологтың рекомендациясымен көп жағдайда жаңағы басқа бағыт ұстанатын, альтернативный бағыт ұстанатын неврологтар көп жағдайда сөйтіп диетаға отырғызады баланы. Бірақ диетаға отырғызатын ол гастроэнтеролог. Сосын қай жағдайда балалар жаңағы глютеннен аутоиммунды аурулар бола ма, мысалы аутоиммунды тиреоидпен? Менде өз басымда ондай балалар келген жоқ. Действительно, вот шынымен де менің балама бұндай диета қажет деген мен әлі бір кейс болған жоқ менде. Көп жағдайда ондай ата-аналар өздеріне тағайындайды, немесе невролог тағайындайды. Негізі статистика бойынша да солай ғой. Мынау қарап отырсаңыз, 60% адам өздеріне диетаны тағайындайды. Негізі әлем бойынша жаңағы 2020 жылғы статистикам қателесіп отыр. Негізі 1,4% бүкіл популяция адамдардың бүкіл саны 1,4% адамдары целиакия. Соларға негізі диета тағайындалу керек еді. Бірақ басқа 60% адамдар өздеріне тағайындап алған, жоқ жерден бастарына сауласына сақина тілеп алған. Глютенсіз диета ол қымбат біріншіден. Ол шынымен де қымбат. Ол жердегі получается сіз өзіңіздің жеп жүрген наныңызға уже басқаша ұн қосуыңыз керек, басқаша рецепт іздеуіңіз керек. Ол біріншіден ондай қымбат. Одан кейін қиын. Ондай рационмен өмір сүру қиын. Мысалы, ойлаңыз, сіздің балаңызға действительно даже, мысалы, сіздің ерекше балаңыз бар. Ерекше балаларда шынымен де ондай жағдайлар көп кездеседі. Кишечникпен, жаңағы ішек жолдарымен проблемалар, диагноздар шынымен де ондай бар, ондай ерекшелік бар бұларда. Бірақ бәрінде емес, оны уже жаңағы дәрігер арқылы нақтылайсыздар. Окей, сізде жаңағындай диагноз бар екен, целиакия бар екен. Мысалы, егер сізге диета ұстану керек болса, енді шынымен де ол күрделі жұмыс, рационды баланста ұстау, ондай белгілі бір балама болу керек ол жерде. Целиакия деп біз бүкіл пшеницаны жаңағы арпа, бидай, қара бидайды алып тастамаймыз. Сол жерде қандай да бір балама болу керек. Балаға келу керек ондай дақылдар. Сол жерден минустағы заттарды басқа баламамен алмастыру міндетті түрде қажет. Өйткені дәнді дақылдар рационда болу керек балада. Ол қымбат, ол қиын. Егер сіз мүмкін сізге онда диета қажет емес шығар. Сіз, получается, балаға жоқ жерден қиындық туғызып жатырсыз. Ондай бала нан жегісі келеді, бауырсақ жегісі келеді, көріп жүр басқа балалардың жеп жүргенін, сұрайды, жылайды. Баланы да қинайсыздар бұл жерде. Әрине, олар түсінеміз біз, біз жамандық тілемейміз не баламызға, не өзімізге, біз денсаулығымызды жақсарту үшін салауатты өмір салтын бірі ретінде соны қарастырады жұрттар, сіздер. Бірақ салауатты өмір салтының ең бірінші қағидасы не? Ол дұрыс ұйықтау, бірінші. Екінші, ол дұрыс тамақтану. Сол дұрыс тамақтанудың ішінде глютен жоқ, глютен бар, бірақ аглютенді меню жоқ. Соны айтқым келіп тұр, яғни ол физикалық жаттығу, белсенді динамикада болу. Яғни ол ең үш нәрсе, ол біздің салауатты өмір салты, яғни барлық аурулардың алдын алуына көмектесетін үш показатель, үш көрсеткіш. Яғни бірінші соны, яғни ол қиын болып тұр ғой сонда. Сол қағидалармен жұмыс істеу. Оңай нәрсе просто алып тастау. Немесе БАДы, ең оңай жол, басқа тырысы келмейді. Бірақ олай емес. Біздің ағзамызға тегін нәрсе бар, сол үш көрсеткішті дұрыстап алсақ, өте мықты болады. Негізі неге көп жағдайда глютенсіз диетаны адамдар таңдайды? Біріншіден ерекше балалар дедік, ерекше балаларға тарап кеткен ғой, априори сондай диета қажет деген. Ол негізі қажет емес. Оны уже гастроэнтеролог арқылы айтқанымдай нақты анықтау керек. Керек па, керек емес па. Одан кейін тағы да бір себеп глютенсіз диеталарды таңдайтын. Ол салауатты өмір салтын ұстанғым келеді.
арықтағым келеді, безеулерден құтылғым келеді. Бүкіл бәле сондай ана глютеннен келіп тұр ғой адамдардың ойынша. Егер мен салауатты тамақтанғым келсе, так мен не істеуім керек? Мен глютеннен бас тартуым керек, мен лактозадан бас тартуым керек. Так овощи, жаңа көкөністер, жеміс жидектер, ол ГМО. Қант бар. Қанттан да бас тартады. Қант деген ол нағыз белое зло деп айтып жатыр ғой. Енді бұндай мифтер өте көп. Получается, біз соның бәрін жемеуім керек екен, сосын мен бат ішуім керек екен. Өзі нутрициолог десе, адамдардың көзіне сразу бат деген сөз келеді да. Нутрициолог, сен демек маған бат жазып бер. Не жазып бересің маған? Мен қандай анализ тапсырайын? Сосын, мен сізге ешқандай анализ тапсыр деп айтпаймын деймін. Сосын, енді не істеймін? Анализ тапсырмасам, қандай бат ішемін? Сіз бат ішпейсіз деген кезде қайтты, сонда бір түрлі екенсіз деймін. Сонда сенің не көмегің бар маған дейді да, мен не істеймін? Сол жеп жүрген гречкаңызды жейсіз, қара құмығыңызды жейсіз, сол жүрген наныңызды жейсіз. Бірақ приоритеттер басқаша болады. Реттейміз, балансты ұстаймыз. Тәттіңізді де жеуге болады. Бас тартудың қажеті жоқ. Егер сізге қажет болса, сіз, мысалы, мен сладкоежка, мысалы, мен іздеймін тәттіні, маған керек. Бірақ бұрынғы, егер мен салауатты өмір салтына дейінгі деңгейде қарастыратын болса, мен қазір тәттіні ондай көп іздемейді екенмін. Өйткені мен тамақтан ләззат алып үйрендім. Сіз қай уақытта, жаңағы тәттіге кетіп қалдық қой, қай уақытта тәттіге қатты құмар болып кетесіз, егер сізде тыйым болса. Мына жерде айтатын нәрсе, жаңағы салмақта глютенсіз диетада отырдым, маған көмектесті, мен салмақ тастадым деген қыздар бар. Неге көмектеседі бұндай диеталар глютенсіз? Ол да бір сұрағым еді. Неге көмектеседі бұндай диеталар глютенсіз? Адамдар не істейді бірінші глютеннен бас тартқан кезде? Глютеннен бас тартқан кезде рационнан ең бірінші кететін нәрсе печеньки, пряники, булочки деген нәрселер кетіп қалады. Яғни тым ультраобработанный продукты, терең өңдеуден өткен азық-түліктер рационнан кетеді. Яғни сондай азық-түлік кетеді. Сосын бұл глютенсіз диета деген бір мотиватор сияқты ғой. Мотиватор. Ана этикетканы оқуға сізге шақырады. Сіз уже рационды кәдімгідей қадағалайсыз. Этикетканы оқи бастайсыз. Оказывается, мынаны болмайды екен, уже мұқият бола бастайсыз. Мынандай беспорядочный питание бір ретке келе бастайды. Осының барлығы сізге күшті сезім береді. Мен қазір дұрыс жолда келе жатырмын. Теріс бәрі жақсарады. Бір күшті эффект нацебо бола ма, плацебо бола ма? Наверное, нацебо. Нацебо өйткені кері. Қант азаяды ғой, рационында қант азаяды. Қант азайды, бірақ бұл жерде сіз, получается, қантты азайттыңыз, терең өңделген азық-түліктерді азайттыңыз, и уже этикетканы оқи бастадыңыз, ұйқыңызды реттеп, параллельно барлығы жүре береді уже. Мен қазір дұрыс тамақтан жатырмын, бүгін ертерек жатуым керек деген сияқты бір плюстар пайда қоса бастайсыз, соңында сіз нәтиже көресіз уже. Салмақ түсіп жатыр, көңіл күйімде жақсы, өйткені мен сондай керемет, мен андай бір басқалардан жоғары сезіне бастайсың өзіңді. Мен ерекше диетадамын қазір, басқаларға да айта бастайсың. Кінәлі глютен. Басқа нәрсе оның бәрі уже саналмайды. Сосын андай нәрсе бар қыздарда, әсіресе жас қыздарда кафеге барған кезде мысалы отырады да, маған мынандай болмайды, мен қазір глютенсіз диетадамын, официантқа да айтып қалу керек оны ше, мен жоқ, маған бұл болмайды, басқасын сіз білмейсіз ба, не глютен зиян ғой деген сияқты уже басқаларға да уағыз басталады, андай агрессивный түрде информацияны беру. Сосын сен балаңа глютен бересің ба не деген әңгімелер, ана песочницада далада ойнап жүрген кезде екі ананың арасындағы әңгіме, екі құрбының арасындағы әңгіме осылай тарайды. Өкінішке орай солай. Солай. Осындай жағымды динамиканы көресіз, негізінде ол жерде глютеннің қатысы жоқ, сіз просто қанттан бас тарттыңыз, яғни шамадан тыс қанттан бас тарттыңыз. Сол себепті сізде жаңағы біріншіден отек кетеді негізінде. Алғашқы аптада салмақ тастаған кезде, мына өзі көп мучной деп айтамыз ғой. Көмір сутекті азық-түліктерді көп жеген кезде біз ісінеміз, көп су жиналады. Сіз сондай азық-түліктерді шектеген кезде сіз судан құтыласыз, сыласыз кәдімгідей, арықтаған сияқты боласыз. Ондай өзгерісті көрген кезде сізде қосымша мотивация пайда болады. Сіз оны басқаларға айта бастайсыз. Сен, оказывается, білмейді екенсің, мен саған қазір үйретем деген әңгіме басталады. Осылай тарайды сосын. Тағы мен бір не қосайшы, жаңағы балаларды айтып отырмыз ғой. Ересектерге көшсек, көбінесе бізге, менің естуімше, көбінесе тиреотоксикалық аурулар, яғни
қалқанша безіне байланысты ауруларда, аутоиммунды тиреодитте қолданады осы аглютенді диетаны. Одан кейін ревматоидты артритте қолданады. Аутоиммунды кез келген ауруларда аглютенді диетаны қолданады. Және де бұл мәселе ол тек қана бір белгілі бір популяцияны қамтымайды. Ол шынымен жер жүзінде талқыланатын нәрсе әлі де ғылыми зерттеулер жүргізуде. Соның ішінде жаңағы дайындалған кезде метаанализ бір систематический обзорға көңілім аударды. Ол ревматоидты артритпен ауыратын науқастарға шынымен де глютен әсер ете ме, яғни оның алып тастауы, одан бас тарту шынымен де ревматоидный артритке көмектесе ме науқастарға деген сұрақ қозғалды. Соның барысында 36 статья қарастырылды. Соның ішіндегі тұжырым бойынша ревматоидный артритке глютенді алып тастау диетасы ешқандай эффект берген жоқ. Яғни ревматоидный артритпен ауыратын науқастарға біз глютенді бере аламыз, қорықпаңыздар. Және екінші мәселе ол зерттелген, яғни сондай неге метаанализ және систематический обзорға әкелген статьялардың бірінде ол қалқанша безінің аурулары. Яғни қалқанша безінің ауруларында тоже АИД протокол көбінесе ол естігенім, науқастардан естігенім, ол тоже глютенді алып тастайды. Сол зерттеулердің арасында тұжырым бойынша сол ауруларға глютеннен бас тартудың қажеті жоқ. Ол да уже дәлелденгенде басым статьялар сол тұжырымға келді. Бірақ әрине бұл сұрақ әлі де қарастырылып жатыр, зерттеу жүргізіп жатыр. Сосын аутоиммунды ауруларға да кезек болды, яғни жалпы болезнь, крон, негізі өте көп аутоиммунды аурулардың түрлері. Сол аутоиммунды аурулардағы глютеннің қаншалықты әсері. Әрине әртүрлі. Менің неге болезнь крон деп айттым, гастроэнтерологияда болезнь кронмен шалдыққан аурулар науқастарда негізі белгіленген бір диета жоқ. Өйткені бірақ кейбір науқастарға шынымен де аглютенді диета эффект береді екен. Бірақ ол индивидуальный, яғни жеке адам өзінің жаңағы жағдайына байланысты қарастыру, дәрігермен бірге мониторинг жасап, сонда диетаға келу керек. Сонымен айтқым келгені, сондай статьялар бар уже, метаанализдер үлкен дәрежеде біз дәрігерлер ретінде уже айтыламыз, осындай науқастарға біз бұл глютенді бас тартудың қажеті жоқ деген. Осы жерде бір қосатын нәрсе, жаңа ерекше балаларға байланысты диетаға отырғызады ғой, ерекше балаларды просто аутизм болған үшін ЗРР, ЗПР деп. Негізі ЗРР, ЗПР деген диагнозда жоқ, ол просто бір заключение ғой. Ары қарай оны психиатр талдау керек. Мысалы, менің балама кәдімгідей 5 жасында рас деп қойды, аутизм деп қойды. Кейбір ата-аналар маған жазады, сіз неге олай айтасыз, бізге диета көмектесті, мен результатты көріп жатырмын дейді. Қай уақытта ата-ана шынымен де результатты көруі мүмкін, егер балада шынымен де соған көрсеткіш болса. Просто ол гастроэнтерологқа барған жоқ, өзі просто диетаға отырғызды, эксперимент жасады, нәтижесін көрді, балада шынымен де стимдер азаяды, поведениясы дұрысталған сияқты болады. Мүмкін шынымен де сіздің балаңызда онда шынымен де медициналық көрсеткіш бар шығар. Ол бірінші жауап. Одан кейін екінші жауап, мынау ерекше балалар өзі кеш сөйлейді ғой, кейде жалпы мүлдем сөйлемейді. Сөйлей алмағандықтан, ішінде не болып жатқанын сізге айта алмағандықтан, ол поведениемен, жаңағы жүріс-тұрысымен көрсетеді, поведениясымен көрсетеді. Мысалы айтайық, сіздің балаңызда жаңағы глютені бар азық-түліктерді жегеннен кейін қандай да бір дискомфорт сезімі бар, бала сізге оны айта алмайды, ол немен көрсетеді? Истерикамен көрсетеді, жаңағы поведениямен көрсетеді, жылайды, өз-өзін ұруы мүмкін, аутоагрессия болуы мүмкін. Сосын сіз жаңағы ақпаратты естідіңіз, оказывается, жаңағы ерекше балаларға диета қажет екен. Сосын сіз диетаға отырғыздыңыз. Шынымен де ол диета балаңызға көмектесті. Жаңағы құрамында глютен жоқ азық-түліктерді бердіңіз, бала тынышталды. Себеп осыдан болуы мүмкін, жаңағы бала сізге айта алмайды, сөзбен жеткізе алмайды. Ол тек қана поведениемен, истерикамен жеткізеді. Ал мүмкін, мысалы, менің балама мысалы, егер мен оқымаған ана болсам, ондайды ақпаратты білмейтін ана болсам, онда баламды мен диетаға отырғызушы едім. Сосын сондай бір совпадение болуы мүмкін. Бала әртүрлі ғой, күнінде
ұйқысы қанған жоқ, ауырып қалды, бір нәрсе жақпай қалды. И мысалы айтайық, сондай бір өте жағымды бір күн болды балада. Мен как раз еще оны диетаға отырғыздым, екеуі сәйкес келді. И балам жақсарып кеткен сияқты болады да, ана сондай бір динамиканы көреді. Бұл да эффект ноцебо. Егер мен баламды диетаға отырғызатын болсам, ешқандай көрсеткішсіз просто өзім солай тағайындадым балама. Баламды қинайтын едім. Балам онсыз да көп нәрсе жемейді, получается, рацион одан сайын қысқарып қалатын еді. Өзімді қинайтын едім. Онсыз да өмір оңай емес, онда ерекше балалармен шыны керек. Қиын ондай балалармен жалпы қалай айтсам болады, тәрбиелеу, оларды мына өмірге дағдыландыру өте қиын. Сіз еще мына жақтан өзіңіз қолда проблема жасап жатсаңыз, баланы да қинайсыз, өзіңіз де қиналасыз. Сондықтан егер сізде ерекше бала бар болатын болса, және де сізге сондай бір ой келсе, осы баладан бір глютенді алып тастап керек еді деген ой келетін болса, сіздерден өтініш, дәрігерге барыңыздар. Әсіресе мына дәлелді медицинаны ұстанатын, көзі ашық, соңғы ғылыми рекомендациялар бойынша жұмыс жасайтын дәрігерге барып, толық етерін біліп, сосын барып мархабат, қандай диетаға отырғызсаңыз да отырғыза беріңіз. Бірақ оған дейін балаңызға эксперимент жасамасаңыздар, осындай бір жан айқайым бар. Өйткені өте көп хаттар келеді, консультацияға да келеді. Жоқ жерден балаға диетаға отырғызам. Тағы да сондай бір резюме болсын. Диета кімге керек? Глютенсіз диета науқастарға керек. Сау адамдарға глютенсіз диета қажет емес. Саусыз ба, сау емессіз ба, оны сізге гастроэнтеролог айтады уже. Ол диагнозды қою үшін белгілі нелер бар, диагностикалық шаралар бар. Жаңағы клиникалық симптомдардан бастап серологиялық анализдер, сосын биопсия алынады, яғни целиакияда аутоиммунды процесс. Ол жерде именно астың, біздің аузымызға түскен тамақтың бәрі қорытылатын, сіңетін аш-ішек, сол аш-ішектегі клеткаларға қарсы антиденелердің пайда болуынан, именно глютен ішкенде, жегенде, сонде пайда болатын ауру. Сол целиакияның арқасында сол аш-ішектің ворсинкалары атрофияға ұшырайды. Соның дәлелдемесі ретінде биопсия алынады. Сосын серологиялық анализдер, одан кейін генетикалық анализдер. Яғни сол анализдерді толық қанды зерттеп нәтижесін шығарғаннан кейін ғана ол диагноз қойылады, және де аглютенді диета ұсынылады. Осы жерде менде бір сұрақ. Мысалы, мен қарапайым анамын. Мен мысалы гастроэнтерологтың қаншалықты білікті емес екенін қалай ажырату? Енді білікті емес, барлық дәрігерлер білікті ғой, енді оларда бәрі ұсынып тұрған нәрсесі қаншалықты рас емес. Көп адамдардың сұрағы, солай біз қалай ажыратамыз деген сияқты. Енді мен ондай баға бере алмаймын, мынандай осындай болса деген сияқты, осындай дәрігерге барыңыз. Жоқ, менің ойымша бірнеше эксперттің мнениясын алу керек. Мен жаңағы превентивті медицинаны ұсынатын дәрігерлерге барыңыз, дәлелді медицинаны ұсынатын дәрігерлерге барыңыз. Тағы үшінші мнение, немесе инстаграмнан жай қарап қана білуге болады. Сізге бұл дәрігер сіз тыңдайсыз ба, солардың ұсыныстары сізге жағымды ма, жағымды емес па, сіз оған сенесіз ба деген сондай жағдайдан бір талчок болу керек сияқты. Әрине, менің көзқарасым, мен өзім ата-анама да, өзімнің балаларыма да, өзіме де дәлелді медицинаны ұстанатын дәрігерлерді қараймын, олардан бірнеше рет консультация аламын. Ол рас. Мен өзім атынан сөйлейші, өйткені барлық науқастардың атынан мен айта алмаймын, әрине. Бірақ өзім сондай. Енді мен де сол ата-ана ретінде, өзім дәлелді медицина ата-ана ретінде, науқас ретінде солай айта аламын. Дәлелді медицина ұстанатын дәрігерлерді таңдаймын өз басым, өйткені әртеуір не істесе де, негізі дәлелді медицинаның өзі негізі қағидасы қауіпсіз болу ғой. Қауіпсіз, тиімді болса деген рекомендацияларды ұсынамыз көпшілікке. То есть ұсынады. Сондықтан жаңағы келген ата-аналарға өзім сенетін дәрігерлердің сілтемелерін жіберемін. Осыған барып көріңізші, не деп айтады екен, сосын тоқ етерін білесіз деп. Сондай рекомендация ұсынамыз. Себебі мынау ақпарат өте көп. Ата-аналар шатасады. Сосын мына жақтан ата-аналар еще қалай білет, қалай жалпы таралады ақпараттар. Сарафанное радио ғой.
жаңағы басқа бағытты, альтернативный бағытты ұстанатын дәрігерлердің консультациясы қымбат дедік. Олардың консультациясы қымбат, олар жаңағы сіз көп ақша төлейсіз оларға, одан кейін олар сізге мынандай список жазып жібереді, тізім, анализ тапсырыңыз деп. Оларды тапсырасыз, ол жерде керегі бар, керек емесі бар, бәрі шатасып жатыр, оларды тапсырасыз, кәдімгідей жүгіресіз, баланы қинайсыз, жылатасыз, жаңағы анализін тапсырасыз, одан кейін сізге тағы да мынандай бат береді, оларды ішуіңіз керек, бала оны ішкісі келмейді көп жағдайда. Көп жаңа ата-аналар жазады, алған баттарым әлі солай тұр деп, ашылмаған кейбіреулер тіпті. Ана суретін жерген кезде қорқынышты, ана микроволновканың үсті кәдімгідей мынандай пачка баттар тұрады ғой. Енді ойлаңызшы, сіз былайша айтқан кезде вложились, эмоционально вложились, бюджет тұрғысынан тоже вложились. Одан кейін сіз ақшаны қайдан алдыңыз? Көп жағдайда несиеге аламыз. Жолдас, жаңағы әкелерімізді, жолдастарымызды бүйтіп уговаривать етеміз, алайық, бізге көмектеседі, осындай дәрігер тауып алдым инстаграмнан дейміз. И ең соңында бізге анау результатты шығару керек қой, қандай да болса да. Результат жоқ, бізден шықпай жатыр деп айту бізге ол бір жеңіліс, өкініш. Біз былайша айтқан кезде ақмақ болғымыз келмейді. Ешкім ақмақ болғысы келмейді. Мен дәрігерді таңдағаным үшін, бұл менің таңдауым болып тұр ғой, ананың таңдауы. Менің таңдауым дұрыс деген, сіз сондай бір любой балада болып жатқан кез келген динамиканы сонымен байланыстырғыңыз келіп тұрады. Мен ақмақ емеспін, мен дұрыс жол таңдадым, менің таңдаған дәрігерім өте дұрыс, менің таңдаған жолым өте дұрыс, менің ақшам зая кеткен жоқ деген сияқты, ана баладағы кез келген динамиканы сол диетамен, сол баттармен, сол анализбен, сол врачпен, жаңа дәрігермен байланыстырады. Мысалы, жаңағы ерекше балаларға оралатын болсақ, аутизм. Аутизм негізінде, қалай айтсам болады, өзі таза аутизм өзін алатын болсақ, коморбидный ешқандай диагнозды қоспасақ, аутизм өзі уақыт өте келе түзелетін нәрсе. Естественным путем дейді ғой, табиғи жолмен бала өзі коррекциялана бастайды. Әрине, біз көмектескен бөлек, сіз мысалы аботерапиямен көмектессеңіз, ол жерде результат әлде қайда тезірек. Бірақ бала өзі табиғи жолмен ол дамып жатыр, ол тірі ағза. Ол қайтсе де үйренеді, сырттан ақпарат түсіп жатыр. Бір күні кейде балаларда вокализация пайда болады. Балалар просто естіген мультиктердің сөздерін қайталай бастайды. Ол просто повторение, ол неологизм дейді, жаңа сөздерді қосады. Ана жаңа сөз қосылған кезде, менің балам жаңа сөз қоса бастады. Ол жаңағы батпен байланысты, жаңағы менің шараларыммен байланысты, сонша ақша жұмсадым мен деген сияқты жаңағы результатпен қатты бір-бірімен байланыстырады. Ал негізінде ол жерде ол неологизм. Бала өзі жаңағы мультиктен естіді, сырттан естіді, бірақ ол жерде бір ешқандай функционал жоқ. Бала ол сөзге ешқандай мағына да беріп тұрған жоқ. Ол естіген нәрсесін қайталап жүр негізінде. Осындай негізі ішінде подводные камни дейді ғой, бұндай нюанстарды егер сіз бір көп ақпарат оқымаған болсаңыз, именно дәлелді медицинаның ақпараттарын оқымаған болсаңыз, сізге бұны ара-жігін ажырату өте қиын. Кейде мен жолдасым айтады ғой, жаңағы енді ерекше баламыз болғаннан кейін бұндай оқиғаларды жаңа шай үстінде айтып отырамыз ғой. Сол кезде жолдасым айтады, ой, сенің жақсы болды дейді, осындай көзің ашық болғаны. Өйткені шынымен де ол қаншама қаражатты біз үнемдедік. Біз ешқандай бат ішкен жоқпыз, ешқандай қыруар анализ тапсырған жоқпыз, баламды жүгірткен жоқпын, ешқайда баламды қинаған жоқпын. Укол салудың өзі қандай қиын. Мысалы, кейде болады элементарный, мысалы, баланы садикке беру керек, садикке береріміз бұрын қан тапсырасың, андай шаралар бар. Соның өзіне мен дірілдеп барамын шынымен де. Өйткені бала истерика жасайды. Сау баланың өзі шыдамайды ана венадан қан алған кезде. Ерекше балаларда ол тем более истерика деген екі есе, үш есе. Сол кезде ойлаймын да, мысалы егер мен бір дәрігерге бардым, альтернативный бағыт ұстанатын, ол маған мынандай жазып берді да, мен қалай өткізем ананың барлығын, балам жылайды, истерика. Соны ойлаймын да, қаншалықты баланы ата-аналар қинап жүр. Диетаға отырғыздың жоқ жерден, яғни диетаға отырғыздың жоқ жерден анализ тапсырттың, жоқ жерден бат ішкіздің. Бір кейс болды менде, ерекше баланың анасы, бала онсыз да көп нәрсе жемейді екен, мынандай рекомендация беріпті невролог, баланың тілін мәрілмен уқалау. Ана бала онсыз да тамақ ішпейді, қорқады, әлемнен қорқады ондай балалар.
андай өзінің әлемінде жүрген адамдар ғой, ешкім тимесе екен. Олар жалпы андай прикосновение деген нәрсені сипалау, түрту, құшақтау деген нәрсені ұнамайды. Тиіспе, осылай отқан адамдар. Енді әртүрлі бала, мысалы мен баламда ондай емес. Ол өте құшақтағыш, эмпатичный сондай болады. Бірақ көп жағдайда балалар түртпектей бергенді ұнатпайды. Шашын әзер алдыртады, тырнағын, тісін тазалау деген это көп ата-аналарда ол дикий ужас. Балалар аузын ашпайды, тісін тазалатқысы келмейді. Енді ата-ана барғанда, ойлаңыз, мәрлімен тілін үйкелейді ғой. Рецепторлерді ояту керек. Сенің балаң тамақ ішкенін қаласаң, сен сондай процесстерді жасауың керек. Аяп кеттім баланы шыны керек. Өйткені ойлаңыз, тіпті ол ерекше бала, аутист болмаса да ол бала, сіз нормотипичный балаға үйтіп жасайтын болсаңыз, ондай манипуляция, ол зорлық қой кәдімгі. Сіз баланың аузын ашып, ол интимное место мысалы, тілін уқалап жатырсыз. Ол тіпті нормотипичный баланың өзіне өте қатты әсер етеді. Ерекше бала, ол одан сайын тығылып қалады ғой өзінің үңгіріне. Айтам, сіз сомен не жеткіздіңіз? Аузын ашпай қойды дейді. Ондай бала дастарханға да келмейді. Қасықпен сіз аузына тамақ апарған кезде уже үркейтін болады. Ол онсыз да бүйтіп тамақ іше қоятын бала емес, сіз еще насилие жасап жатырсыз ол балаға. Енді сұмдық жағдай. Мен түсінбеймін ондай рекомендация беретін, шынымен де ондай жаңағы насилие арқылы тамақтандыратын. Біз ерекше бала болсын, ерекше бала болмасын, ешқашан, ешқандай насилие қолданбаймыз. Зорлық, зомбылық болмау керек. Біз насильно баланың аузына қасықты тықпаймыз. Прикорм кезінде де солай. Егер мысалы сіз қасықты берейін деп жатырсыз, бала басқа жаққа қарап қалса, біз күтеміз баланың реакциясын. Бала тамаққа аузына келе жатқан нәрсеге көру керек, визуально байланыс болу керек. Сондықтан да мультик болмайды. Ол да бір жаңағы келе жатқан тамақты көрмейді бала. Неосознанно тамақ іше бастайды. Аузын аша береді, бірақ не келіп жатқанын білмейді. Жаңағы аутист балаға оралатын болсақ, енді өте қиын жағдай, жаңағы аузын жаңағы мәрлімен уқалау деген жаңағы рецепторларды ояту үшін. Бұндай тактика қолданылмайды. Бұл жерде де негізі ерекше балаларға біз қалай көмектесеміз тамақ ішкізу үшін. Бұл жерде ешқандай бат көмектеспейді, сіздерге сразу айтам. Аппетиттік жаңағы малоежканы дұрыстайтын, менің ерекше баламды тамақтандыратын деген ешқандай бат жоқ. Оның барлығы маркетинг. Кәдімгідей өкінішке орай қазіргі диетологияда, нутрициологияда қатты коммерцияланып кеткен. Кәдімгідей енді былайша айтқанда бизнеске айналып кеткен. Ешқандай этика сақталынбайды. Өте қорқынышты жағдайлар. Оңай ақша ғой. Оңай ақша, өйткені бәрін береді денсаулық үшін, жақсарту үшін. Сіз енді рахмет Кәрім ханым, бір тұжырым жасайық, бүгінгі біздің талқыланған глютен тақырыбы бойынша. Яғни ең басты мен сіз айтып отқан кезде қандай дәрігерге, яғни сау адамға глютенді алып таста десе менюдан, ол дәрігерден қашыңызды сұраймын. Жаңа екінші мәселе, жаңағы айтып өткен ауруларда, яғни глютен бізде жалпы зиян емес, немесе зиян деп тұжырым жасай алмаймыз, тек қана кімге деген сұрақ қою керек. Кімге ол зиян емес, сондай сұрақ қою керек. Және де өте мықты инсайт болды. Жаңа Арайлым ханым, білім болу керек. Әр адам өзіне бірдеңе тағайындау алдында немесе бір нәрсе эксперимент жасау бұрын барлық қайнар көзін, яғни сенімді қайнар көзін ақпарат алып, тұжырым жасап, анализ жасап, сосын барып ұстау керек, сол диетаны. Рахмет, сізге тағы айтарыңыз болса, қорытындылай. Бұл жерде тағы да бір қорытынды айтқым келіп тұр. Жаңағы білім туралы дедіңіз ғой. Маған осы 1-2 апта бұрын андай хат келді. Тағы да глютен туралы айтып қалған едім. Сторис болды, менде анам бауырсақ қуырып жатқан. Сосын ойбай, кошмар, майда, сұйық майда, глютен қуырылып жатыр. Дрожбен. Басын ұстаған жарек қылмын. Сол кезде маған бір хат келді. Сіз неге олай айтасыз? Бүкіл ғалымдар глютенді зиян деп жатқан кезде, негізі де шынымен де солай, егер инстаграмды ашатын болсаңыз, 99% нутрициологтар глютенді зиян дейді, сұйық майды зиян дейді, ашытқаны зиян дейді. Мен мына жерде зиян емес деп айтып отырмын. Менің сөзім өтпейді. Біріншіден менде медицина. Жалғызбын. Екеуіме екі дәрігерді білем, бір дәрігер диетолог Диара
ханым, сосын сіз ғана. Бірақ қазақ тілде именно қазақ тілде дәлелді медицинаның ақпараттарын жеткізіп жатқан, дәлелді нутрициологияның ақпараттарын жеткізіп жатқан парақша жоқ. Ол бір жағынан бір плюс та сияқты, енді мен үшін бір ойбай керемет бір парақша, бірақ ол қиын өте. Қаншама хейт келеді маған парақшама ше. Сен неге олай айтасың? Сен кімсің? Вообще ешқандай медициналық білімің жоқ. Дәрігерлер де жазады кейде, жаңағы альтернативный бағытты ұстанатын мысымен басқысы келеді. Мен дәрігермін, менде диплом бар, а сен нутрициологсың, сенде медициналық білім жоқ, сондықтан сенің айтып жатқан ақпараттарында дұрыс емес деген сияқты мыспен басқысы келеді. Сол кезде жаңағы хат келді, сіз неге олай айтасыз, бүкіл ғалымдар глютенді зиян деп жатқан кезде деп жазыпты да маған, қайдан шыққан адамсыз деген сияқты. Сол кезде ойлаймын да, бүкіл ғалым деген кім? Ол кісінің ойынша бүкіл ғалымдар, ол жаңағы бүкіл 99% нутрициологтарды ғалымдар деп тұр ғой. Және де олар жаңағы контентті ұсынған кезде не істейді? Олар бір сілтемелерді де көрсетпейді. Қазір көрсетіп жүр енді. Кейде сілтемелерін қойып қояды, бірақ көп жағдайда өздерінің оқып жатқан курстарының, жаңағы профессорларының лекцияларын ғана қойып қояды. Ол дәлел емес. Жаңағы доказательная пирамида, ол ең астында. Ажырата білу керек. Статья деп, мінін сендерге дәлелделді, мынандай статьяда осындай жазылып тұр деген нәрсе, ол еще сұрақ тудыру керек. Қандай статья? Ол финансирован ли? Там есть интерес сторон. Соны қарап, саралап, ажырата білу керек. Сол үшін бағадан бері айтып отырмыз, метаанализді қарау керек, систематический обзорды қарау керек. А просто мнение эксперта или просто случайный бір случай деген сияқты статьялар, ол әлі адамға, сау адамға глютенді алып тастау деген тұжырым жасаған дұрыс емес, қателік. Осы жерде бір лайфхак болатын шығар ата-аналарға. Енді ата-аналарда ондай жаңағы метаанализді сараптап отыратын ешқандай мүмкіндік жоқ қой. Ондай білім жоқ. Тіпті мен нутрициолог болсам да, осындай білімді арасында жүрсем де, жалпы мақалаларды оқуға да білім керек. Анализ жасауға да, аналитиктердің жұмысы мүлдем басқаша. Осы жерде ата-аналарға бір лайфхак, не істейсіздер? Қалай ажыратамыз? Мынау өзі гайдлайндар дейміз ғой, рекомендациялар, ресми рекомендациялар. Мынау көпшілікке таралып кеткен, популяцияға таралып кеткен рекомендациялар, ол негізгі соқ қой, бірінші, ең негізгі қаймағы сол. Анау жаңағы сұрақ болады. Мысалы, бір нутрициолог айтты сізге диетаға отыр деп, немесе бір невролог айтты, педиатр айтты жаңағы диетаға отыр деп. Сосын сіз сұрақ қоясыз өзіңізге. Жалпы ресми рекомендация бар ма? Протоколдарда бар ма бұндай нәрсе? Халықаралық деңгейде. Халықаралық деңгейде. Кәдімгідей ресми источник бар ма? Ресми дереккөз бар ма бұл жерде? Қазақстан Республикасының жаңағы мемлекет, жалпы Гуглдан іздеуге болады оны ше? Ресми рекомендация. Российский Федерацияда бар. Сосын қандай? Американский, европейский, любой елде өзінің рекомендациялары бар. Сіз ол врачқа да жазсаңыз болады. Сіз мына ақпаратты қайдан алдыңыз? Сосын бұған қандай да бір ресми дереккөз бар ма? Қайдан оқи аламын? Бірден жаңағы неге ұрыс-керіске кіріп кетпей, просто сұрау, дереккөз бар ма? Ресми көрсетіңізші маған, мен неге сенуім керек сізге? Деп сұрақ қойсаңыз, сосын ол сізге көп жағдайда былай ғой, олар кейде сілтемені де жібермейді. Сенбесең қой. Мен сенің алдында ақталуға, бір нәрсені дәлелдеуге міндетті емеспін дейді. Маған да кейде сөйтіп жазады. Мысалы, мен кезінде былай істейтін, мен ол да бір, білмеймін, қазір олай жасамаймын, ақымақтығым да шығар. Кезінде әркімге дәлелдеп сұрап жүретін. Мысалы, маған бір врачтың несін, рилсын жібереді, осылай деп жатыр, қалай ойлайсыз деп. Сосын мен ол врачқа жазам. Сіз қайдан алдыңыз мынаны? Дәлелде жібересіз ба деген кезде. Мен ақталуға міндетті емеспін. Мен жаңағы кейде бәленше курстан естідім, жаңағы курстарының скриншоттарын жібереді, ол дәлел емес мүлдем. Қайдан алдыңыз деген кезде ең соңында сенің алдында ақталуға міндетті емеспін. Мен бәленбай жылдық дәрігерлік стажым бар деген сияқты әңгімелер басталады. Соңында блокқа жібереді. Соңында ше, мен біраз адамның парақшасында блокта жүрмін негізі. Сонымен осындай жағдай. Ата-аналарға ресми түрде қандай құжат бар сұраңыздар. Қалай дәлелдей аласыз мына айтып жатқан дүниеңізді деп сұрайсыздар. Яғни дәрігерлерді жаңағы ұсынып жатқан нәрселерді осылай таңдайсыз. Жаңағы бір қорытынды ретінде жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, глютен кімге зиян? Осындай сұрақ болу керек. Неге зиян емес, кімге зиян? Кімге зиян? Ол науқасқа зиян, науқас емеске зиян емес. Науқас адам глютенсіз диетада отырса, ол емделеді. Бірақ ол жерде басқа да баламалар енгізу керек, рационды баланс тастау керек, ол міндетті түрде. Ал
науқас адамға глютенсіз диетаны ұстанатын болсақ, ол оған уже зиян болады. Алдында айтқанымдай, глютенсіз диета ол науқас адамға арналған ерекше диетаның түрі, ерекше көп андай, қалай айтсам болады, көп қолданыла бермейтін мүмкін. Ал сау адамды ол одан сайын сау қылмайды. Керісінше, сіз дефициттерге ұрынасыз. Жоқ жерден біз ешқашан диетаға отырмаймыз. Мына жерде тағы да бір мысал айтайық, аяқ жоқ адам. Аяқ жоқ адам, оған біз протез береміз. Протезді киіп алғаннан кейін ол сондай бақытты болады. Жүре бастайды, өмірге басқаша қарай бастайды. Ол уже андай бір, қалай айтсам болады, социумға араласады. Өмірі мүлдем өзгереді ондай адам. Кезінде ол инвалидный коляскада отырған, терезеге қарап мұңайып отырады, адамдар жүгіріп жүр, ойнап жүр, баратын жеріне барып жүр. А ол аяғы жоқ. И бір күні сіз оған протез бересіз, ол жүреді, ол бақытты болады кәдімгідей, ол бүкіл бақытымен, барлықтармен бөліседі, қараңдармен өмірім өзгеріп кетті деп сондай бір эйфорияда жүреді. Сосын, енді сол біз басқа адамдарға протез ки деп айта аламыз. Мысалы, аяғы адам, аяғы бар адам, сау адам. Енді ол протез күшті екен деп аяғын кесіп тастамайды ғой. Жоқ жерден протез кию үшін. Сондықтан да ол жаңағы диета ұстау, целиакиясы бар, целиакиясы жоқ адам сияқты ғой. Целиакиясы жоқ адамға диета керек емес. Ол протез сияқты. Не істейсіз сіз протезді киіп? Аяғыңыз бар ғой, жүріңіз сол екі аяғыңызбен. Одан да басқа нәрсені үйреніңіз. Жаңағы бақытты болудың басқа жолдарын іздеңіз одан да. Ал протезі аяғы жоқ адамға ол протез керек. Демек, жаңағы глютенді диета, глютенсіз диета жаңағы сау, жаңағы аяғы жоқ адамға керек. Яғни науқас адамға керек. Сосын тағы бір есіме түсті да, целиакия бар науқастар, шынайы целиакиясы шалдыққан науқастар саны 100 адамда біреуінде болады екен. Яғни 1-2% мысалы, қазір көптеген адамдар сол аурумен шалдығып ауырып жатыр, бірақ ол әлде де аз. Және де глютенге повышенная аллергия дейді ғой, яғни непереносимость болса, ол 2-3%-дай. Ал қалған 96-94 адам вполне возможно глютенді спокойно жей береді. Бұл уже ресми дәлелденген статистика. Содан бір ой түйсеңіздер жақсы. Рахмет сізге, көп рахмет. Өте жақсы әңгіме болды деп ойлаймын. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.